21 ғасырда әлі күнге дейін мыңдаған жыл бұрынғыдағыдай өмір сүретін адамдар бар десем сенермедіңіз. Неліктен Африкадағы бір тайпа өркениеттен өз еркімен бас тартып, бүгінге дейін аңшылық және терімшілікпен күн көреді? Неліктен Яномами тайпасы етеккірі келген қызды қамап қояды? Дани халқының әйелдері неге туысы қайтыс болған сайын өз саусақтарын шауып тастайды? Кейбір тайпалар өз туысқандарын өлгеннен кейін неге жейді? Бүгін біз планетамыздың ең алыс әрі жетуі қиын түкпірлеріне сапар шегіп, үш ерекше халықпен танысамыз. Олар Хадза, Яномами және Дани. Үш тайпа, үш құрлық және үш түрлі әлем. Бірақ осы үш тайпаны байланыстыратын бір нәрсе бар. Олар адамзат әлдеқашан артта қалдырған өмір салтын сақтап қалған. Бұл шығарылым 21 ғасырда болуы мүмкін емес сияқты болып көрінетін әлемге жасалатын саяхат. Сіздермен бірге сол баяғы Шакамуро. Ал бұл менің тұрақты көрермендерімнің жазған жылы лебіздері. Барлықтарыңызға жақсы қаралым тілеймін. Танзанияда жер бетіндегі соңғы аңшы терімші халықтардың бірі Хадза тайпасы өмір сүреді. Адамзаттың көп бөлігі смартфон, интернет және заманауи технологияларды пайдаланып жатқанда, Хадзалар мыңдаған жыл бұрынғы ата-бабалары сияқты өмір сүруді жалғастырып келеді. Олар садақпен аң аулайды, жабайы өсімдіктерді тереді және табиғатқа толықтай тәуелді. Хадза халқы Еяси көлі маңында шағын топтар болып мекендейді. Мұнда қалаларда, фермаларда дамыған инфрақұрылымда жоқ. Әрбір жаңа күн тамақ пен су іздеуден басталады. Хадзалардың өз тілі бар. Бұл тіл ерекше шықылықтаған дыбыстармен танымал. Алғаш рет естіген адамға олардың тілі мүлдем оғаш болып көрінуі мүмкін. Бірақ Хадзалар көптеген ұрпақ бойы дәл осы тілде сөйлесіп келеді. Көптеген дәстүрлі қоғамдардан айырмашылығы, Хадзаларда көсемдер, патшалар немесе қатаң әлеуметтік иерархия жоқ. Маңызды шешімдерді бүкіл қауым болып қабылдайды. Ал адамның беделі билікпен емес, тәжірибесімен, білімімен және өмір сүру қабілетімен анықталады. Әдетте бір қауымда бірнеше ондаған адам ғана болады. Олар бірнеше отбасыдан тұрады. Бірге өмір сүреді, бір-біріне көмектеседі және азықты бірге табады. Ғасырлар бойғы оқшаулануға қарамастан, заманауи әлем біртіндеп бұл жерге де жетіп жатыр. Кейбір Хадзалар қазіргі киімдерді киеді, ал туристер ежелгі өмір салтын сақтап қалған соңғы халықтардың бірін көру үшін олардың жеріне жиі келе бастауда. Хадза ер адамдары күн сайын дерлік аңшылыққа шығады. Олар үшін бұл көңіл көтеру емес, дәстүрлі рәсімде емес. Бұл бүкіл қауымды азықпен қамтамасыз ететін негізгі кәсіп. Алдағы бірнеше күнде лагерде ет бола ма, жоқ па, бәрі аңшылықтың табысына байланысты. Ер адамдардың басты көмекшісі иттер. Өткір иіс сезу қабілетінің арқасында олар аңызын табуға, аңшыларға жол көрсетуге және қауіпті алдын ала сезуге көмектеседі. Жолға шығар алдында ер адамдар қаруларын мұқият тексереді. Олардың негізгі қаруы ұрпақтан ұрпаққа қолданылып келе жатқан ұзын садақтар мен жебелер. Әр жануарға арналған жебе ұштары әртүрлі болады. Кейбірі ұсақ аңдарға арналса, енді бірі ірі жануарларды жаралауға мүмкіндік береді. Байқағандарыңыздай, Хадзалардың садақтары кейде адамның бойымен бірдей болады. Мұндай қару алысқа атуға және қауіпті жануарлардан қауіпсіз қашықтық сақтауға мүмкіндік береді. Барлық дайындық аяқталғаннан соң аңшылар лагерден шығып, саваннаға қарай бет алады. Алда оларды ұзақ із кесу, аңды аңду және аптап ыстықпен күрес күтіп тұр. Хадзалар үшін аңшылық әлі күнге дейін өмірдің ажырамас бөлігі және халықпен бірге сақталып келген ең көне дағдылардың бірі болып саналады. Еттен бөлек Хадзалардың тағамындағы ең маңызды өнімдердің бірі жабайы бал. Бұл халық үшін бал ең құнды қуат көздерінің бірі саналады. Тәтті әрі нәрлі өнім ұзақ жорықтарды, сағаттарға созылатын аңшылықты және Африка саваннасының қатал жағдайларын жеңіл өткеруге көмектеседі. Бірақ бал табу оңай емес. Кейде аңшылар қолайлы ағашты табу үшін ұзақ қашықтық жүруге мәжбүр. Табылған ағаш қуысынан ештеңе шықпайды. Сондықтан топ жолын жалғастырады. Біртіндеп аңшылар лагерден алыстай береді. Жолда олар тағы бір маңызды мәселемен бетпе-бет келді. Су іздеу. Жақын маңда көлдер мен маусымдық су көздері болғанымен, құрғақшылық кезінде су нағыз байлыққа айналады. Мұндай кезде Хадзалар жерді мұқият бақылап, ылғалдың белгілерін іздейді және жер астында су сақталуы мүмкін орындарды тексереді. Қарапайым таяқтардың көмегімен топырақты зерттеп, қажет болса қаза бастайды. Бұл білім ұрпақтан ұрпаққа беріліп келеді. Және көптеген адамдар бірнеше күнде өмір сүре алмайтын жерде тіршілік етуге мүмкіндік береді. Шамамен 1 сағаттық іздеуден кейін аңшылардың жолы болады. Олар ескі ағаштың ішінен көптен бері іздеп жүрген нәрсесін табады.
Терең қуыс ішінде жаңа жиналған жабайы балға толы үлкен ара ұясы жасырылған. Бұл кез келген хадза үшін ең бағалы олжалардың бірі. Ең қызығы ұя табылғаннан кейін басталады. Бал жинау кезінде хадзалар қорғаныш киімін де, қолғапты да, түтінді де қолданбайды. Олар қолдарын еш ойланбастан ара ұясының ішіне сұғып, айналасында ұшып жүрген ашулы араларға мүлдем назар аудармайды. Көпшілік үшін бұл нағыз ессіздік болып көрінер еді, бірақ хадзалар үшін бұл күнделікті өмірдің қалыпты көрінісі. Араның шағуы олар үшін табиғи нәрсе саналады. Бір адам ағаш қуысынан бал толы ұяларды шығарып жатса, қалғандары олжаны қабылдап алады. Барлығы тез, сенімді және артық қимылсыз жүзеге асады. Жылдар бойы жиналған тәжірибе оларға жүздеген араның арасында еш қауіп жоқтай әрекет етуге мүмкіндік береді. Табылған балды олар лагерге қайтуды күтпей-ақ сол жерде жейді. Кейде балмен бірге аралардың өздері де ауызға түседі. Бірақ бұл ешкімді алаңдатпайды. Хадзалар үшін әрбір олжадан мүмкіндігінше көп қорек алу маңызды. Тәтті бал, ұзақ ізденіс пен саваннадағы ауыр жолдың сыйы іспеттес. Түске қарай аңшылар лагерге қайта бастайды. Біртіндеп басқа топтар да жиналады. Бірі аңшылықтан келсе, енді бірі жеміс-жидек пен өсімдіктер теріп оралады. Қауым өмірінің орталығы үлкен ағаштардың көлеңкесі болып саналады. Адамдар осы жерде демалады, әңгімелеседі және күннің аптап ыстығын өткізеді. Хадзалардың күнделікті өмірінің басым бөлігі дәл осы жерде өтеді. Олардың баспаналары өте қарапайым. Әдетте олардың үйі бұтақтардан, шөптен және табиғаттан табылған материалдардан бірнеше сағаттың ішінде тұрғызылады. Ішінде жиһаз да, төсек те, артық заттар да жоқ. Тек өмір сүруге қажетті дүниелер ғана бар. Егер маңайындағы қорек азайса, немесе көшіп қону қажет болса, мұндай баспананы тез бұзып, басқа жерде қайта тұрғызуға болады. Осындай өмір салты хадзаларға үнемі қозғалыста болып, бір ғана жерге тәуелді болмауға мүмкіндік береді. Бұл жердегі қарапайым өмір сән үшін таңдалған нәрсе емес, мыңдаған жылдар бойы сақталған дәстүрдің бір бөлігі. Хадзалар көп зат жинауды әдетке айналдырмаған. Адам өзімен бірге алып жүре алмайтын нәрсенің бәрін артық деп есептейді. Осындай көзқарас олардың ата-бабаларына мыңдаған жыл бойы аман қалуға көмектесті және бүгінге дейін мәдениеттің бір бөлігі болып келеді. Қазіргі әлем олардың жеріне біртіндеп жақындап келе жатса да, хадзалардың өмірі әлі күнге дейін қарапайым қағидаларға негізделген. Тамақ табу, су табу, тағы бір күнді аман өткізу және ата-бабадан қалған білімді сақтау. Ер адамдар аңшылықпен айналысып жүргенде, әйелдер мен балалар да кем емес маңызды жұмыспен шұғылданады. Олар өсімдік тектес азық іздейді. Хадзалардың негізгі тағамдарының бірі жабайы тамыр жемістер. Аңшылық сәтсіз аяқталған күндердің өзінде дәл осы азық адамдардың өмірін сақтап қалады. Әйелдер күн сайын дерлік қолдарына қарапайым ағаш таяқтарын алып саваннаға шығады. Олардың жанында балалар да жүреді. Осылайша балалар кішкентай кезінен бастап жеуге болатын өсімдіктерді тануды және үлкендердің білімін меңгеруді үйренеді. Бұл жұмыс оңай емес. Топырақ көбіне қатты болады, ал тамырлар жердің терең қабатында жасырынып жатады. Кейде жеуге жарайтын бір нәрсе табу үшін ұзақ уақыт қазуға тура келеді. Бірақ шыдамдылық пен тәжірибе өз нәтижесін береді. Бірінен соң бірі тамыр жемістер жер астынан шығып, дорбаларға салына бастайды. Кейде олардың арасынан жабайы пияз да табылады. Хадзалар оны көбіне сол жерде ақ жеп қояды. Бұл қоғамда ерлер мен әйелдердің мәртебесі шамамен бірдей. Қатаң бағыну жүйесі жоқ. Ал әр адамның еңбегі бүкіл қауымның өмір сүруі үшін маңызды саналады. Бірақ өмір өте қатал. Медицинаның болмауы, балалар өлімінің жоғары болуы және табиғатқа толық тәуелділік әр күнді үлкен сынаққа айналдырады. Қазіргі заманда бірнеше күнде жазылатын аурулардың өзі бұл жерде қауіпті болуы мүмкін. Кейде азық үшін күрес жанжалдарға да себеп болады. Әйелдер арасында табылған өсімдіктер және жақсы орындар үшін дау туындап жатады. Бірақ мұндай келіспеушіліктер әдетте ұзаққа созылмайды. Кешке қарай дорбалар тамыр жемістер мен түрлі өсімдіктерге толып, әйелдер мен балалар лагерге қайтады. Әйелдер лагерге жиналған азықтармен оралып жатқанда, ер адамдар тағы бір мәрте аңшылыққа дайындалады. Қараңғы түскенге дейін олардың бүкіл қауымға ет тауып әкелуге соңғы мүмкіндігі бар. Садақ пен жебелерін алып, аңшылар иттермен бірге саваннаға бет алады. Олар жердегі іздерді мұқият зерттеп, әрбір дыбысқа құлақ түріп, баяу алға жылжиды. Хадзалар үшін аңшылық тек шеберлік қана емес, үлкен шыдамдылықты да талап етеді. Кейде олжаны бірнеше сағат бойы іздеуге тура келеді. Біраз уақыттан кейін жас аңшылардың бірі биік шөп арасындағы қозғалысты байқады. Топ бірден тоқтайды. Бар болғаны бірнеше секунд бүкіл аңшылықтың тағдырын шешеді. Көп ұзамай бірнеше жебе нысанға дәл тиеді. Алғашқы ірі олжа жас бөкен. Бірнеше аңшы оның денесін байлап лагерге оралады. Ал қалғандары аң іздеуді жалғастырады. Бірақ аңшылық мұнымен аяқталмайды. Кейін аңшылардың назарын бір ін аударады.
Ішінде жасырынған жануарға жету үшін олар ұзақ уақыт жерді қазады. Табандылық өз нәтижесін береді де көп ұзамай кезекті олжа қолға түседі. Біраз уақыт өткен соң аңшылардың жолы тағы болады. Ағаш бұтақтарының арасында тығылып отырған шағын жануар көзге түседі. Бір дәл атылған жебе олжаны қолға түсіреді. Хадзалар үшін әрбір сәтті аңшылықтың маңызы зор. Мұнда еш нәрсе бекерге кетпейді. Етті тағамға пайдаланса, терілерінен тұрмысқа қажетті заттарды жасайды. Әрбір олжа бүкіл топтың ауыр еңбегінің нәтижесі болып саналады. Кешке қарай аңшылар лагерге оралады. Олардың олжасы аса үлкен болмаса да, шағын қауым үшін жеткілікті. Осы ұсталған бірнеше аң адамдарды алдағы күндері азықпен қамтамасыз етеді. Ұзақ күн бойы қорек іздегеннен кейін бұл олар үшін үлкен жетістік саналады. Кешке қарай бүкіл қауым қайтадан бір жерге жиналады. Аңшылар олжамен оралды. Әйелдер жинаған тамыр жемістері мен өсімдіктерін алып келеді. Ал балалар үлкендердің жұмысын бақылап, олардың білімін біртіндеп меңгереді. Лагерь тұрғындары етті бөлшектеу және кешкі асқа дайындық бастайды. Жануардың барлық бөлігі пайдаланылады. Тамақты үлкен еңбекпен табатын жерде еш нәрсе бекерге кетпейді. Үлкендер кешкі ас дайындап жатқанда, балалар олардың әр әрекетін мұқият бақылайды. Аңшылықтың, терімшіліктің және өмір сүрудің құпиялары осылайша ұрпақтан ұрпаққа беріледі. Мұнда біз үйренген мектептерде, оқулықтар да, сыныптар да жоқ. Негізгі сабақтар саваннаның өзінде, от басында және күнделікті өмір үшін күрес кезінде өтеді. Қараңғылық түсе бастағанда лагерді оттың түтіні мен адамдардың дауысы толтырады. Ұзақ күн бойы азық іздегеннен кейін бүкіл қауым ортақ кешкі асқа жиналады. Бұл хадзалардың өміріндегі ең маңызды сәттердің бірі. Хадза халқының бір күні осылай өтеді. Мыңдаған жыл бұрын олардың ата-бабалары да дәл осылай таңмен бірге оянып, су іздеп, аң аулап, өсімдіктер жинап, кешке отбасына оралатын. Бүгінде бұл өмір салты сақталып отыр. Алайда заманауи әлем біртіндеп хадзалардың жеріне жақындап келеді. Туристер көбейіп, жаңа жолдар салынып, технологиялар мен жаңа мүмкіндіктер пайда болуда. Көптеген ежелгі мәдениеттер өркениеттің қысымына төтеп бере алмай жоғалып кетуде. Бірақ хадзалар әлі күнге дейін ата-бабаларының дәстүрлерін сақтап келеді. Амазонияның қалың джунглилерінде, Бразилия мен Венесуэланың шекарасында әлемдегі ең жұмбақ халықтардың бірі яномамилер өмір сүреді. Тіпті бүгіннің өзінде олардың кейбір ауылдарына жету үшін бірнеше күн бойы өзен арқылы жүзіп, одан кейін қалың ормандар арқылы өту керек. Яномамилердің саны шамамен 40 мың адам ғана болса да, олар шағын мемлекетпен тең орасан аумақты мекендейді. Ғасырлар бойы олар сыртқы әлемнен алшақ өмір сүрді. Себебі Амазонияға келген еуропалықтармен бірге аурулар, зорлық, зомбылық және жерді тартып алу да келді. Сондықтан көптеген тайпалар орманның тереңіне кетіп, бөтен адамдардан сақтануды үйренді. Бірақ яномамилерді өткен заманның адамдары деп айтуға болмайды. Олар заманауи әлемнің бар екенін біледі. Кейбіреулері темір құралдарды пайдаланады және медицинамен таныс. Соған қарамастан олар әлі күнге дейін орман рухтарына сенеді, шамандарға жүгінеді және жүздеген жыл бұрынғы дәстүрлерін сақтап келеді. Ал яномамилерді түсіну үшін алдымен олардың бүкіл өмірі өтетін ерекше мекенмен танысу керек. Яномами халқының өмірінің орталығы шабона деп аталатын алып дөңгелек баспана. Бір шатырдың астында ондаған, кейде тіпті жүздеген адам өмір сүре алады. Ортасында ортақ алаң орналасса, шеткі бөліктерінде әр отбасының өз орны бар. Біз үйренгенде бөлек үйлерде, жеке кеңістікте мұнда жоқ. Адамдар гамактарда ұйықтайды, тамақ әзірлейді, балаларын тәрбиелейді және бүкіл өмірін бір-бірінің жанында өткізеді. Шабоно жай ғана үй емес, бүкіл қауымның жүрегі. Мұнда жиналыстар өтеді, мерекелер ұйымдастырылады, шамандық рәсімдер жасалады және ең маңызды мәселелер шешіледі. Бұл құрылым яномамилердің дүниетанымын көрсетеді. Жеке адамның мүддесінен гөрі қауымның мүддесі маңыздырақ. Бірақ мұндай үлкен қоныстар да бір орында мәңгі тұрмайды. Айналадағы аң азайғанда немесе жердің құнары төмендегенде қауым ескі орнын тастап, джунглидің тереңінен жаңа шабона салады. Яномами халқының бүкіл өмірі дәл осы ортақ үйдің айналасында өтеді. Яномами халқының әр күні бір міндеттен басталады. Тамақ табу. Амазония табиғатқа бай аймақ саналғанымен, мұнда өмір сүру оңай емес. Ер адамдар аңшылыққа күн шықпай тұрып аттанады. Олардың олжасына маймылдар, жабайы шошқалар, құстар және тіпті тапилер де кіреді. Аңшылықта садақтар, жебелер және ұзын үрмелі түтіктер пайдаланылады. Әсіресе өсімдік уымен майланған жебелер өте қауіпті. Тіпті кішкентай жараның өзі жануарды тез әлсіретіп, қозғала алмайтын жағдайға жеткізеді. Ер адамдар аң аулап жүргенде, әйелдер орманнан жемістер, жаңғақтар, тамырлар және дәрілік өсімдіктер жинайды. Осы өсімдіктердің көпшілігі Амазониядан тыс жерде мүлдем белгісіз. Бірақ яномамилер үшін күнделікті өмірдің бір бөлігі болып саналады. Дегенмен бұл жерде негізгі азық ет емес. Рационның негізін маниок құрайды.
Яномамилер үшін оның маңызы қазақтар үшін нанның немесе азиялықтар үшін күріштің маңызымен бірдей. Ауыл маңындағы шағын жерлер тазартылып, маниок жыл бойы өсіріледі. Оның тамырынан ұн, жұқа нан және ботқа дайындалады. Егер аңшылық сәтсіз аяқталса, дәл осы маниок қауымды аштықтан құтқарады. Бір қызығы, яномамилер табиғаттан өздеріне қажет мөлшерден артық алмайды. Олар орманның ата-бабаларын жүздеген жыл бойы асырағанын және болашақ ұрпақты да асырауы керек екенін жақсы түсінеді. Бірақ яномамилер үшін орман тек азық көзі ғана емес. Яномамилер үшін орман жай ғана ағаштар, жануарлар мен өзендерден тұрмайды. Олар адамдармен қатар көзге көрінбейтін рухтар әлемі өмір сүреді және ол әр адамның денсаулығына, жолына, әрі тағдырына әсер етеді деп сенеді. Бұл рухтарды хапири деп атайды. Яномамилердің түсінігі бойынша хапирилер барлық жерде бар. Жануарларда, тауларда, ағаштарда, тіпті табиғи құбылыстардың өзінде өмір сүреді. Қарапайым адам оларды көре алмайды. Ал шамандар олармен тікелей байланыс орната алады. Шаман бұл қауымдағы ең маңызды адамдардың бірі. Ол бір мезетте емші, кеңесші және адамдар мен рухтар әлемінің арасындағы дәнекер қызметін атқарады. Біреу ауырып қалса, яномамилер дәрі-дәрмекпен қатар шаманға да жүгінеді. Яномамилерде көптеген аурулар вирус немесе инфекциядан емес, зұлым рухтардың әсерінен немесе басқа тайпалардың шамандары жасаған сиқырдан болады деп есептейді. Яномамилердің сенімі бойынша көрші тайпалар арасында нағыз рухани соғыс жүруі мүмкін. Егер қарсы жақтың шаманы ауру немесе бәле жіберуге тырысса, жергілікті шаман өз қауымын қорғап, бұл шабуылдарды қайтаруы керек. Сондықтан шамандар мұнда көсемдермен қатар құрметке ие. Рухтармен байланысу үшін арнайы өсімдіктерден жасалған ұнтақтар пайдаланылады. Оларды ұзаққа созылатын рәсімдер кезінде мұрын арқылы тартады. Осыдан кейін шамандар сананың өзгерген күйіне еніп, яномамилердің сенімі бойынша хапирилерді көріп, олармен сөйлесе алады. Бірақ шаман болу кез келген адамның қолынан келмейді. Ол үшін арнайы сынақтан өтіп, ауыр бастау рәсімін қабылдау қажет. Рәсім кезінде тәжірибелі шаман шәкіртіне өз білімін және рухани күшін береді. Қатысушылар ерекше қоспаларды тартып, қасиетті әндер айтып, бірнеше сағат бойы транс күйінде болады. Яномамилер дәл осы сәтте болашақ шаман рухтарды алғаш рет көріп, олармен өздігінен сөйлесе алатын қабілетке ие болады деп сенеді. Қазіргі адам үшін мұның бәрі оғаш немесе тіпті қорқынышты көрінуі мүмкін. Бірақ яномамилер үшін шамандар ата-баба білімінің сақтаушылары. Яномамилер үшін есею тек жаспен өлшенбейді. Олар адам арнайы рәсімдерден өткеннен кейін ғана ересек болады деп есептейді. Әсіресе қыз баланың алғашқы етек кірі маңызды оқиға саналады. Осыдан кейін бірнеше күнге созылуы мүмкін ерекше рәсім басталады. Қызды қауымның басқа мүшелерінен оқшаулап, шабонаның ішіндегі арнайы орынға орналастырады. Осы уақыт ішінде оған қауымның күнделікті өміріне араласуға тыйым салынады. Кейбір тайпаларда ол айналасындағы адамдармен өте аз сөйлеседі және қатаң шектеулерді сақтайды. Яномамилер бұл кезде қыз ерекше жағдайда болады деп сенеді. Сондықтан ол ересек өмірге қадам баспас бұрын белгілі бір сынақтан өтуі керек. Туыстары барлық дәстүрлердің дұрыс орындалуын мұқият бақылайды. Өйткені бұл оның болашағы үшін өте маңызды деп есептеледі. Оқшаулану аяқталғаннан кейін рәсімнің мерекелік бөлігі басталады. Қыздың денесі дәстүрлі өрнектермен безендіріліп, табиғи бояулармен боялады. Бүкіл ауыл қауымда жаңа ересек әйелдің пайда болғанын біледі. Осы сәттен бастап оған деген көзқарас толығымен өзгереді. Ол енді бала емес, ересек адам ретінде қауым өміріне қатыса бастайды. Ал көп ұзамай өзінің отбасын құруға дайындықта басталуы мүмкін. Есеюден кейін өмірдің келесі маңызды кезеңі отбасы құру. Дәл осы жерде яномамилердің дәстүрлері көптеген адамдарды таңғалдыруы мүмкін. Бұл халық үшін отбасы бүкіл қоғамның негізі болып саналады. Қауымда туыстар мен балалар қаншалықты көп болса, джунглидің қатал жағдайында аман қалу соншалықты оңай болады. Сондықтан баланың дүниеге келуі адам өміріндегі ең маңызды оқиғалардың бірі. Кейбір қауымдарда көсемдер мен ықпалды ер адамдардың бірнеше әйелі болуы мүмкін. Көп әйел алу барлық ер адамға тән болмаса да, бұл дәстүр әлі күнге дейін яномами мәдениетінің бір бөлігі болып қала береді. Кейде болашақ неке қыз бала ересек жасқа жетпей тұрып-ақ белгіленуі мүмкін. Кейбір жағдайларда кішкентай қыз белгілі бір ер адамның болашақ жары ретінде қарастырылады. Қыз өсіп келе жатқан кезде болашақ күйеуі оның тәрбиесіне көмектесіп, тайпа дәстүрлерін үйренуіне қатысады. Қазіргі адам үшін мұндай тәжірибе өте оғаш көрінеді. Бірақ яномамилер бұны көптеген ұрпақтан бері жалғасып келе жатқан қалыпты мәдени дәстүр ретінде қабылдайды. Онда баланы тек отбасы ғана емес, бүкіл қауым тәрбиелейді. Ол балалар кішкентайынан аңшылыққа, балық аулауға және орманда өмір сүруге үйретіледі. Қыздар үлкен әйелдерге көмектесіп, тамақ әзірлеуді, өсімдік жинауды және кішкентай балаларға қарауды үйренеді. Білімнің басым бөлігі біз түсінетін оқу жүйесі арқылы емес, күнделікті өмірге қатысу арқылы беріледі.
Сондықтан Яномами балалары ересектердің міндеттерін өте ерте жастан атқара бастайды. Бірақ бұл халықтың ешбір дәстүрі олардың өлімге деген көзқарасы сияқты көп пікірталас тудырмайды. Дәл осы рәсім Яномамилерді Амазониядан тыс жерлерге де әйгілі етті. Яномамилердің кейбір дәстүрлері жай ғана ерекше көрінуі мүмкін. Бірақ олардың өлімге деген көзқарасы бұл халық туралы алғаш естіген адамдардың көбін таңғалдырады. Яномамилер үшін өлім ешқашан өмірдің табиғи аяқталуы болып саналмайды. Олар әрбір өлімнің артында зұлым рухтар, сиқыр немесе табиғаттан тыс күштер тұр деп сенеді. Сондықтан адамның өмірден өтуі жай ғана қайғы емес, ерекше рәсімді талап ететін оқиға болып есептеледі. Әлем халықтарының көпшілігінен айырмашылығы, Яномамилер қайтыс болған адамдарды жерге көмбейді. Олар денені топыраққа шірітуге болмайды, әйтпесе жан тыныштық таба алмайды деп сенеді. Өлімнен кейін күрделі рәсім өткізіледі. Алдымен марқұмның денесі оның кейбір жеке заттарымен бірге өртеледі. Кейін туыстары қалған сүйектері мен күлді жинап алып, оларды ұнтаққа айналғанша мұқият езеді. Алынған күл бананнан немесе басқа да өсімдіктерден дайындалған сусынға не ботқаға араластырылады. Содан кейін туыстары бұл қоспаны арнайы рәсім кезінде ішеді. Алғаш естігенде бұл каннибализм сияқты көрінуі мүмкін. Бірақ Яномамилердің өзі бұл рәсімді мүлдем басқаша қабылдайды. Олар үшін бұл қайтыс болған адамға деген ең жоғарғы құрмет пен сүйіспеншіліктің белгісі. Яномамилер осылайша адамның жаны жоғалып кетпейді, қайта өз отбасымен бірге өмір сүруін жалғастырады деп сенеді. Олардың түсінігі бойынша марқұмның қалдықтары рәсім барысында толық пайдаланып біткенше жанның сапары аяқталмайды. Сондықтан бұл рәсім қасиетті саналады және бүкіл қауым үшін аса маңызды мәнге ие. Қазіргі адам үшін мұндай дәстүр қорқынышты болып көрінуі мүмкін. Бірақ Яномамилер үшін ол ұрпақтан ұрпаққа жалғасып келе жатқан ең маңызды салттардың бірі. Жаңа Гвинея аралының қақ ортасында тас дәуірінде қатып қалғандай көрінетін бір әлем өмір сүріп жатыр. Биік таулар мен адам аяғы баспаған ну джунглилердің арасында Балием аңғары жасырылған. Бұл жер Дани халқы мен ондаған басқа тайпалардың отаны. Мыңдаған жылдар бойы бұл адамдар сыртқы әлемнен оқшау өмір сүрді. Олар басқа мемлекеттердің бар екенін де, өз жерлерінен тыс жерде миллиардтаған адамның өмір сүретінін де білмеді. Тек 20 ғасырда ғана сыртқы әлем бұл жоғалған аңғарды кездейсоқ тауып алады. Ғалымдар үшін бұл үлкен жаңалық болды. Себебі мұнда өмір салты ежелгі заманнан бері көп өзгермеген қоғамдар сақталған еді. Ақшаның орнына шошқа бағаланды. Заңның орнына ата-баба дәстүрлері жүрді. Ал адамның орны оның тайпадағы беделімен анықталды. Қазіргі таңда Балием аңғары өткен мен бүгін қатар өмір сүріп жатқан жер шарындағы ең ерекше орындардың бірі болып саналады. Балием аңғарында өмір сүретін ондаған халықтың ішінде ең көп таралғаны Дани тайпасы. Олар көптеген ұрпақ бойы қатал таулы аймақта өмір сүріп, сыртқы әлеммен өте аз байланыста болды. Дани қоғамының негізін ежелгі дәстүрлер құрайды. Дани халқы үшін ең үлкен байлық алтын да, ақша да, жерде емес. Олардың басты байлығы шошқа. Жергілікті тұрғындар үшін шошқа бір мезетте ақша, бедел көрсеткіші, қалың мал, рулар арасындағы бітім құралы және маңызды рәсімдік сыйлық. Ер адамның қанша шошқасы болса, қоғамдағы беделі де соншалықты жоғары. Шошқаға қалыңдық алады, келтірілген шығынды өтейді, үлкен рәсімдер және жерлеу кезінде құрбандыққа шалады. Бір шошқаның жоғалуы тіпті екі ауыл арасындағы соғысқа себеп болуы мүмкін. Дани қоғамы туыстық байланыстарға, дәстүрлерге және ақсақалдардың беделіне негізделген. Әр адам туғаннан бастап өз орнын және отбасы алдындағы міндетін біледі. Бүкіл ауылға қатысты шешімдерді ең құрметті ер адамдар мен көсемдер қабылдайды. Үлкендерді сыйлау бұл халық өміріндегі басты қағидалардың бірі. Дани тайпасында өмір ерлер мен әйелдер арасында қатаң бөлінген. Бір ауылда тұрғанымен олар уақыттарының көп бөлігін бөлек өткізеді. Әрбір ауылдың ортасында ер адамдарға арналған үлкен үй орналасады. Бұл ауылдағы ең маңызды ғимарат. Дәл осы жерде ер адамдар жиналып, қауым мәселелерін талқылайды, демалады, шешім қабылдайды және түнейді. Әйелдерге бұл үйге кіруге дәстүр бойынша тыйым салынған. Олар бөлек үйлерде тұрады, тамақ дайындайды, балаларды тәрбиелейді және күнделікті шаруамен айналысады. Мұндай бөлініс көптеген ұрпақ бойы сақталып келген және қоғамдық тәртіптің маңызды бөлігі. Ер адамдар ауылды қорғауға, соғысқа қатысуға, құрылысқа және басқа рулармен қарым-қатынасқа жауап берген. Ал әйелдер егін өсіріп, шошқа бағып, үй шаруасын жүргізіп, балаларды тәрбиелейді. Қазірдің өзінде көптеген дәстүрлі ауылдарда осы ережелер қатаң сақталған. Отбасылық өмірде біз үйренген жүйеден өзгеше, ерлі-зайыптылар әрдайым бірге тұрмайды. Ал кейбір ер адамдардың бірнеше әйелі болуы мүмкін. Бірақ мұндай мүмкіндік тек бай адамдарда ғана болады. Өйткені әрбір қалыңдық үшін шошқа мен қалың мал төлеу қажет. Рөлдер нақты бөлінгенімен, қауымның өмірі ерлер мен әйелдердің еңбегіне бірдей тәуелді.
Сондықтан екі жақта Дани қоғамының ажырамас бөлігі. Дани халқының ең танымал ерекшеліктерінің бірі катека. Бұл ғасырлар бойы шалбардың немесе белбеудің орнына қолданылған дәстүрлі ерлер киімі. Катека арнайы өсіріліп, кептірілген асқабақтан жасалады. Оған қажетті пішін беріп, дайын бұйым ретінде қолданады. Бірақ Дани халқы үшін катека жай ғана киім емес. Ол ер адамның мәртебесін және белгілі бір тайпаға тиесілі екенін көрсететін маңызды белгі. Тіпті тәжірибелі адам катеканың пішіні мен көлеміне қарап, оның иесінің қай халыққа жататынын анықтай алады. Жаңа Гвинеядағы әртүрлі тайпалардың катекалары ұзындығы, иілуі және бекітілу тәсілі бойынша ерекшеленеді. Көптеген қарт адамдар оларды әлі күнге дейін күнделікті киіп жүреді. Кейбір катекалардың жоғарғы жағында кішкентай тесік болады. Сондықтан олар тек киім ретінде ғана емес, шағын жасырын қойма ретінде де қолданылады. Ішіне ақша, темекі немесе басқа да ұсақ бағалы заттар салынады. Заманауи киім кең таралғанымен, катека Дани мәдениетінің ең маңызды рәміздерінің бірі болып қала береді. Көптеген үлкен кісілер үшін ол ата-баба заңымен өмір сүрген уақыттың естелігі. Тарихының басым бөлігінде Дани халқы тайпалар арасындағы үздіксіз қақтығыстар жағдайында өмір сүрді. Соғысқа ұрланған шошқа, алып қашқан әйел, жер дауы немесе туыстың өлімі себеп болуы мүмкін еді. Әсіресе қанға қан қағидасы үлкен рөл атқарады. Егер бір адам жау қолынан қаза тапса, оның отбасы міндетті түрде кек алуы керек. Осыдан кейін қарсы жақ жауап беріп, жаулық ондаған жылдарға созылып кетеді. Дани жауынгерлерінің негізгі қаруы садақ, найза және жебелер. Соғыс үшін арнайы ойықтары бар жебе ұштары қолданылады. Олар ауыр жарақат қалдырады. Шайқаста өте қауіпті. Ұрыс алдында ер адамдар денелерін балшық, күл және шошқа майының қоспасымен бояйды. Сонымен қатар олар жұмақ құстарының қауырсындарын, қабан азуларын және теңіз қабыршықтарын тағып, өздерінің мәртебесі мен жауынгерлік тәжірибесін көрсетеді. Ұзақ уақыт бойы Дани халқы үшін соғыс өмірдің табиғи бөлігі, әрі әділеттікті қалпына келтіру тәсілі болып есептелді. Дани халқының ең таңғаларлық дәстүрлерінің бірі ұлы көсемдерінің денесін өлгеннен кейін сақтап қалу болған. Әлем халықтарының көпшілігінен айырмашылығы, мұнда кейбір көсемдерді жерлемей, мумияға айналдырған. Бұл қалдықтар жай ғана ата-бабаны еске түсіретін жәдігер емес, рудың күші мен тірілер мен өлілердің арасындағы байланыстың символы. Балием аңғарындағы ең әйгілі мумиялардың бірі бірнеше ғасыр бұрын өмір сүрген аңызға айналған көсем Бим Маток Мабел. Бүгінде оның ұрпақтары осы өңірде өмір сүріп, өздерін оның әулетінің мұрагерлері деп есептейді. Мумия жасау өте күрделі процесс және бірнеше айға созылады. Алдымен денеден ішкі ағзалар алынып, содан кейін мәйіт ұзақ уақыт бойы оттың түтініне ұсталған. Біртіндеп дене кеуіп, жүздеген жыл сақтала алатын мумияға айналады. Жақсы сақталуы үшін теріні үнемі шошқа майымен майлап отырған. Дәл осы әдістің арқасында кейбір мумиялар бүгінгі күнге дейін жеткен. Әрбір мумияның өз сақтаушысы бар. Ол әдетте көсемнің ұрпақтарының бірі және мумияның жағдайына, сондай-ақ арнайы рәсімдердің өткізілуіне жауап береді. Бірнеше жыл сайын мәйіт қайта өңделіп, тазартылып тұрады. Көпшілік ұлы көсемдердің рухы әлі де өз ұрпақтарын бақылап, араға жүздеген жыл өтсе де ауылдарын қорғап жүреді деп сенеді. Дани халқында ең қорқынышты дәстүр бар. Егер отбасындағы жақын туысы қайтыс болса, әйелдер өз саусағының бір бөлігін кесіп тастауға міндетті. Олар физикалық ауырсыну адамның қайғысының қаншалықты терең екенін көрсетеді және марқұмға деген құрметтің белгісі деп сенген. Әрбір кесілген саусақ өмірден өткен туысын еске салып тұратын белгіге айналған. Уақыт өте келе, кейбір әйелдердің қолында санаулы ғана саусақ қалған жағдайлар кездескен. Рәсім өте ауыр өтеді. Алдымен саусақты қан тоқтату үшін жіппен немесе өсімдік талшықтарымен қатты байлайды. Содан кейін оның бір бөлігін тас балтамен немесе пышақпен шауып тастайды. Кейін жараны жапырақтармен емдеп, таңып қояды. Ер адамдар да осы рәсімдерге қатысқан, бірақ көбінесе құлағының бір бөлігін кесумен шектелген. Мұндай жарақаттар адамның өмір бойы өзімен бірге алып жүретін қайғысының белгісі. Ұзақ уақыт бойы Дани халқы бұл дәстүрлерді ата-бабалар алдындағы қасиетті міндет деп санаған. Одан бас тарту марқұмның рухына құрметсіздік көрсету болып есептелген. Тек 20 ғасырдың екінші жартысында ғана Индонезия билігі бұл дәстүрге қарсы күресе бастады. Қазір ол ресми түрде тыйым салынған және іс жүзінде жойылып кеткен. Бірақ шалғай ауылдарда қолдары зақымданған қарт әйелдерді әлі де кездестіруге болады. Отбасы Дани халқының өмірінде ерекше орын алады. Балалар өте ерте жастан бастап ортақ еңбекке араласып, ересек өмірге дайындала бастайды. 6-7 жастағы қыздардың өзі кішкентай бауырларын арнайы тоқылған нөкен сөмкелерге салып көтеріп жүреді. Бұл әмбебап сөмкелер балаларды азық-түлікті және отындарды тасу үшін қолданылады. Мұнда есею қазіргі қоғаммен салыстырғанда әлде қайда ерте басталады. Дәстүр бойынша неке екі отбасының келісімімен жасалады.
Ал үйлену тойындағы ең маңызды нәрсе қалың мал. Ер адам болашақ жары үшін шошқа немесе басқа да құнды заттар төлеуге міндетті. Қыздың отбасының мәртебесі жоғары болған сайын қалың мал көлемі де арта түседі. Сондықтан ер адамның байлығы көбінесе оның қанша шошқасы бар екенімен өлшенеді. Бұрын ауқатты ер адамдар бірнеше әйел алатын. Бірақ көп әйел алу өте қымбат болғандықтан бұл мүмкіндік бәріне бірдей берілмеген. Дани халқы үшін адамның өлімі ешқашан тек отбасының ғана қайғысы болып саналмаған. Әсіресе көсем немесе беделді ақсақал қайтыс болса, бүкіл ауыл бірнеше күн бойы аза тұтатын орынға айналған. Туыстар мен достар көрші ауылдардан жиналып, сыйлықтар, шошқалар мен азық-түлік әкелетін. Келген әрбір адам арнайы жоқтау рәсімі арқылы қайғысын білдіруге міндетті. Ерлер де, әйелдер де қатты дауыстап жылап, марқұмды еске алып, жоқтау айтқан. Сырт көзге бұл театр қойылымындай көрінуі мүмкін. Бірақ папуастар үшін мұндай жоқтау қоштасудың міндетті бөлігі саналған. Жерлеу рәсімінің басты элементтерінің бірі шошқа болған. Кейде ондаған, тіпті жүздеген шошқа құрбандыққа шалынады. Марқұм қаншалықты беделді болса, оның құрметіне соншалықты көп жануар сойылады. Балием аңғарының тұрғындары үшін бұл тек азық емес, қайтыс болған адамға деген құрметтің белгісі. Құрбандықтан кейін ет туыстар мен қонақтарға таратылып, ортақ дастархан жерлеу рәсімінің маңызды бөлігіне айналған. Марқұмның денесі дәстүр бойынша өртелген. Оның алдында діни қызметкерлер дұға оқып, туыстары соңғы рет қоштасатын. Денені жерлеу отына қойған кезде жоқтау бұрынғыдан да күшейе түседі. От бірнеше сағат бойы жанып, адамдар осы уақыт ішінде марқұмның өмірін еске алып, жанында отыратын. Тіпті кремация аяқталғаннан кейін де аза рәсімі бітпейді. Туыстар тағы бірнеше күн бойы бірге жиналып, дайындалған шошқа етін жеп, әңгімелесіп, марқұмды еске алуды жалғастырады. Дани халқы үшін өлім әрқашан бір адамның өмірінің аяқталуы ғана емес, бүкіл қауым бірге бастан кешіретін маңызды оқиға болып есептеледі. Өркениет көптеген өзгеріс әкелгенімен, Дани халқының ас дайындау дәстүрінің көбі әлі күнге дейін жүздеген жыл бұрынғы қалпын сақтап қалған. Балием аңғары тұрғындарының негізгі тағамдары батат, көкөністер, түрлі шөптер және шошқа еті. Әсіресе шошқа еті жоғары бағаланады, бірақ оны күнделікті жемейді. Көбіне мерекелерде, үйлену тойларында, жерлеу рәсімдерінде және маңызды салтанаттарда ғана дастарханға қояды. Тағам дайындаудың басты тәсілі ежелгі жер пеші. Ол үшін жерден үлкен шұңқыр қазылады. Төменгі жағына отта қыздырылған тастар төселеді. Одан кейін қабат-қабат етіп жапырақтар, көкөністер мен ет салынады. Оның үсті қайтадан жапырақтармен және ыстық тастармен жабылады. Барлығы дайын болған соң шұңқырдың аузы жабылып, бірнеше сағатқа қалдырылады. Қызған тастардың арқасында тағам өз шырынымен баяу пісіп, ерекше дәм мен хош иіске ие болады. Бұл тәсіл бүгінгі күнге дейін үлкен қоғамдық мерекелерде қолданылады. Қызығы, бізге үйреншікті көптеген өнімдер бұл жерге жақында ғана келген. Бірнеше ұрпақ бұрын жергілікті тұрғындар тұз бен дәмдеуіштерді мүлдем пайдаланбаған. Олардың тағамы өте қарапайым болған және айналадағы таулардан өсіріп алған немесе тауып алған азықпен ғана шектелген. Сондықтан дәстүрлі Дани асханасы олардың өмір салтының айнасы іспеттес. Қарапайым, қатал және ғасырлар бойы оларды асырап келген табиғатпен тығыз байланысты. Хадза, Яномами және Дани халықтары әртүрлі құрлықтарда өмір сүреді, әртүрлі тілдерде сөйлейді. Тіпті бір-бірімен ешқашан кездеспеген. Бірақ олардың барлығын біріктіретін бір нәрсе бар. Олар адамзаттың көп бөлігі әлдеқашан ұмытқан өмір салтын сақтап қалды. Бүгінде өркениет жер шарының ең шалғай түкпіріне дейін жетіп жатыр. Жолдар салынып, интернет пен мобильді байланыс пайда болуда. Әлем кішірейіп барады, ал көне мәдениеттер біртіндеп жоғалып жатыр. Бірақ әзірге Африканың саваннасында хадзалар аң аулап жүр. Амазония джунглилерінде яномамилер ата-бабаларының жолымен өмір сүріп жатыр. Ал жаңа Гвинея тауларында Дани халқы өткен дәуірдің естелігін сақтап келеді. Сондықтан қазіргі замандағы әлем жалғыз мүмкін әлем емес екенін ұмытпауымыз керек. Осындай халықтар бізбен қатар өмір сүріп жатқанда, біз бұрынғы адамзаттың қалай өмір сүргенін өз көзімізбен көре аламыз. Осымен құрметті көрермен, бүгінгі шығарылым соңына жетті. Сіздерге бұл деректі фильм қызықты болды деген ойдамын. Егер расымен де солай болған болса, лүпілдеріңізді аямай басып, пікірлеріңізді жазып, арнаға тіркеліп қойыңыздар. Ал сіздермен бірге болған сол баяғы Шакамуро. Келесі шығарылымдарда кездескенше, қош, сау болыңыздар.